Сәлем достар, бүгінгі видеода духовкасы жасалынатын 5 минутта дайын болатын өте керемет печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарияға келесіде қандай видео рецепт салғанымды қалайсыз, міндетті түрде жаза кетіңіз. Бізге шоколадный печенье, банан, кокос жаңқасы, қойтылған сүт және жұмсақ сармай қажет болады. Печеньемізді блендердан ұсақтап аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сармайымызды саламыз. Екеуін бір келкі болғанша жақсылап араластырып алыңыз. Осындай бір келкі болған соң үстіне 1,5 ас қасық қойтылған сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Осымен тестамыз дайын. Енді бананымызды тазалап 2 см көлемінде кесіп алыңыз. Өзіңіздің қалауыңызша жіңішке етіп кессеңіздер де болады, немесе жуандау етіп кессеңіздер де болады. Мен осылай кесіп алдым. Енді осы видеода көрсетілгендей тестамыздың ортасына бананымызды қойып, бананды осылай қаптап шығамыз. Осылай домалақты форма жасаймыз және шеттерін әдемілеп тегістеп алыңыз. Және де формасын жасап болған соң кокос жаңқасына айналдырып аунатып алыңыз. Міне осылай дайындап аламыз барлық печеньеларымызды. Бұл печеньеларды мерекелік дастарханыңызға жасап қойсаңыздар болады. Келген қонақтарыңызды таңғалдыратын боласыз. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Осылай барлығын дайындап болған соң жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Міне осымен печеньеларымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте керемет әрі тез дайын болады. Видео ұнаса комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесіде керемет рецептпен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңа видеом шыққан кезде бірінші болып көретін боласыз.